Сәлем достар, бүгін сіздермен 4-ші C файлын өтеміз. 4-ші C файлында енді бізге үстеу туралы ақпарат берілген. Position of adverbs, expressions of frequency дейді. Жалпы үстеу дегеніміз не? Үстеу adverb. Мына жерде тұрған. Үстеу дегеніміз іс-әрекеттің, іс-әрекет деген етістік. Іс-әрекеттің белгісін, қалай болғанын, яғни мекенін, қай жерде болғанын, мезгілін, қай уақытта болғанын, жай күйін, қалай болғанын, амалын, қайтып болғанын, мақсатын, не үшін болғанын, сын бейнесін, себебін білдіретін сөз табы екен. Яғни қалай, қашан, қайда деген қимылдың бағытын білдіретін сөз табы. Қазақ тілінде жалпы үстеу жалпы септелмейді, жіктелмейді, тәуелденбейді, көптелмейді. Қазақ тілінде 8 түрі болса, мағынасына қарай ағылшын тілінде 6 түрі болады екен. Соның ішінде мынау біріншісі expressions of frequency дейді, яғни іс-әрекеттің жиілігін, frequency деген жиілігін білдіретін үстеудің түрі. Ол мына жерде үш түрлі таблицада always, sometimes, often, hardly, ever деп тұр ғой. Жалпы біразын берген, негізі оның 10 түрі бар. Жалпы жаңағы I always watch TV in the evening дейді. Мен кешке үнемі телевизор көремін дейді. Яғни іс-әрекеттің үнемі жасалатындығын always деген сөз арқылы беріп тұр. Do you usually sleep 8 hours a day? Сен күнде 8 сағат ұйықтайсың ба дейді. Іс-әрекеттің жиілігін білдіріп тұр. Always, әрқашан. She sometimes does sport дейді. Ол кей кезде спортпен айналысады. She doesn't often go to bed late. Ол жиі кеш жатпайды жалпы. Бір момент, наверное, болды сол кезде. Сол кезде айтамыз. Often деген сөз, They are hardly ever late. Олар кешікпейді. Вряд ли деп аударамыз. Hardly ever. Ешқашан кешікпейді деген сөз ғой. He isn't often stressed дейді. Ол жиі күйзеліске түспейді дейді. Are you usually in the classroom? Сен әдетте класста отырасың ба? I have English classes twice a week. Аптасына 2 рет менде ағылшын сабақтары болады. She doesn't work every day. Ол күнде жұмыс жасамайды дейді. Енді мына жерде жақсы берген, барлығын берген, тек rarely деген жер бар, сирек кездесетін. Сосын once a week дегенді берген мына жерде, twice a week, once a week дегендер. Сосын never деген сөз бар. Really, never деген сөз бермепті, ол ешқашан деген сөз. Ережелерін береді. We use adverbs and expressions of frequency to say how often do you do something. Бір нәрсені қаншалықты сен жиі жасайсың дейді. How often do you cook? Қаншалықты сен жиі тамақ жасайсың? I cook every evening. Мен күнде кешке тамақ жасаймын. Ережелері. Adverbs of frequency go before the main verb. Негізгі етістіктің алдында тұрады. In negative sentences, the adverb of frequency goes between don't and doesn't. Doesn'тың ортасын, doesn'тан кейін тұрады дейді. Adverbs of frequency go after be. To be етістігінен кейін жүреді дейді. We use the verb with hardly ever and never. Hardly ever или never деген сөздерді ғана қолданамыз дейді. Яғни бұл сөздің өзі жалпы отрицательный, негативный тұр, бұрыс сөйлем мағынасында. Сондықтан бұған is not, does not дегендерді қоспаймыз. Яғни he is never stressed дейді. Ол ешқашан күйзеліске түспейді. Негізі мына жерде he isn't stressed қой. Ол күйзелісте емес дегенде сипаттаған кезде. Бірақ never деген сөзді қойсаңыз, өзі сөйлем бұрыс мағынаны білдіретіндіктен нотты қоюдың қажеті жоқ дейді. Expressions of frequency usually go at the end of the sentence of verb phrase. Яғни сөйлемнің
соңында етістік негізгі етістіктен кейін жүреді дейді. Міне негізгі ережесі осы екен. Енді осыны жалпы контентте қалай қолданған соны көрейік. Бұдан басқа төртінші C файлына барамыз. Міне төртінші C файл Blue Zone деп аталады екен. Vocabulary, сөздік қоры, months, adverbs and expressions of frequency дейді. 12 ай, day дейді, күн, week, апта, months, ай, ие деген бір жыл. Мына жерде аудированиядан скачать етіп, менің телеграм каналыма өтіп, сол жерден скачать етіп, аудированияны тыңдайсыздар. January, январь, February, февраль, March, март, April, апрель, May, май, June, июнь, July, июль, August, август, September, сентябрь, October, октябрь, November, ноябрь, December, декабрь. Міне, бұл жерде берілген сөздік қорын 157-ші беттен жалпы жаттап алыңыздар дейді. Келесі текст оқыңыздар дейді. Қазір 157-ші бетке тоже барамыз. Мына жерде мынау қыздың суретін салып қойған. Teenagers in trouble дейді. Teenager деген сөз біздегі подросток. Жеткіншек па, жасөспірім, жасөспірімнің Teenagers in trouble дейді. Яғни подросток беспокойствие подростков дейді. Яғни жасөспірімнің алаңдаушылығы деп айтайық. American teenagers may for the first time in the nation's history live shorter lives than their parents because of their unhealthy lifestyles дейді. Соңғы кезде Американың жасөспірімдері алғашқы ұлт тарихында жалпы былай деп белгіленген. Олардың ата-анасына қарағанда олардың өмірі unhealthy, нездоровый, дұрыс өмір сүрмегендіктен қысқарақ болып жатыр екен деп белгіленген дейді. Зерттеудің according to recent research, соңғы зерттеуге қарағанда 96% spend more than 5 hours looking at the screen every day. 96% күніне 5 сағаттан көп телевизорге, экранға қарайды екен. 86% фрукты мен овощи, жеміс-жидек жемейді екен. 75% 8 сағат ұйықтамайды екен. Көбіне 7 сағат ұйықтайды екен. 34% күніне фастфуд жейді екен. 33% энергетика напитоктер, яғни құрамында қанты бар напитоктерді көп ішеді екен. 31% күйзелісте жүреді. 25% ешқашан спортпен айналыспайды дейді. Міне, яғни бұл жасөспірімдердің алаңдаушылық деген текст арқылы мына жерде жиілік үстеулерін once a day, often, never деген, every day деген осы сөздерді қолданып көрсеткен. Келесі pronunciation бөлімінде H әрпінің дыбысталуы, яғни көзде Х, хат дегенде Х. Х үрлеген кезде, қолымызды аузымызға қойып үрлеген кезде жылы ауа келеді. Солай оқиды екенбіз. How, hardly, happy, healthy, high, hungry деп. Бұны тағы да тыңдап. Harry's hairdresser, he hardly ever has breakfast. He's often in a hurry. Яғни бүйтіп осылай оқып өзіміз көреді екенбіз. He usually has half an hour for lunch. He often has a hamburger for dinner. Harry isn't very healthy. Осыны өйтіп оқып көреді екенбіз. Келесі reading and speaking дейді. Мынаны оқып сөйлеп көр дейді. 104-ші бетке барып қазір көреміз. Никоя туралы. Island of Okinawa, Японияның аралы. Бұл аралда адамдар өте ұзақ өмір сүреді екен. Міне осы туралы ақпарат берген. Яғни
ол Японияның солтүстігінде ма дейді. 70 жасар окинавалықтардың денесі 50 жастағы адамдарға ұқсай ма дейді. Харахачи деген егер қарның тойса тамақты тоқтат деген сөз бе дейді. Жеткілікті деп айтқан кезде харахачи деп тамақ ішіп болдым жеткілікті дегенді, тойдым деген сөзі білдіретін сөз бе дейді. Окинава арықтар жаңағы етті көп жемейді, немесе балықты көп жемейді дейді. Бұлар наоборот балықты көп жейді. Одан кейін олар көбіне жаңағы теңіз тамақтарын жейма дейді. Яғни балдырлар, әртүрлі теңізде өсетін шөптер. Йоганы күнде жасаймы екен, үнемі аш жүремі екен дейді. Или олар жүзге толған кезде каджамия деген традиция, жаңағы салт дәстүрді өте жасаймы екен дейді. Яғни сол туралы жаңағы аудирование болады екен. Одан кейін оң жақта екінші текст берген. Бұл басқа арал. What are the secrets дейді. Мына жерде адамдар жиналып, үлкен кісілер, қараңыздар, жастар үлкен кісілер. What the Greek island of Ficaria in the Nicoya Peninsula in Costa Rica and the island of Okinawa in Japan have in common? The answer is that together with Loma Linda in California and Sardinia in Italy, there are 5 so-called blue zones. And the best places in the world to live if you want to have long and healthy life. Many people there live until they are 100 or more. So what are their secrets? дейді. Яғни осы Окинава аралында адамдар ұзақ жасайды дедім ғой. Сол аралмен ұқсас гректің Икария деген аралы. Коста-Рикада Никоя деген кішкентай жер екен. Осы Окинавалық Японияның Окинава аралы екеуінің ұқсастығы бар дейді. Ортақ ұқсастығы бар дейді. Енді оның жауабы қандай дейді. The answer is that Лома Линда Калифорниядағы и Сардиния дейді Италиядағы. Оларда ортақ 5 көк зона деп аталатын жаңағы 5 жер бар екен осы әлемде. Ең жақсы жерлер, ұзақ өмір сүруге адамға қолайлы. Егер ұзақ өмір сүргіңіз келсе дейді, көп адамдар 100-ден асқанша тұрады сол жерде, өмір сүреді. Солардың қандай секреттері бар дейді. Бұл жерлер несімен керемет дейді. Сол жерде мына жерде адамның суретін қойған. Алексия ол құрылысшы дейді Икарияда. Мария дейді Никояда повар екен, тамақ істейтін. Күнделікті базарға барып тамақ сатып алады дейді. Міне, екеуін салыстыру арқылы бұл жерде тағы да етістіктер көп кезіп жатыр. Сонда енді сіздер байқасаңыздар, уже бізде мынау 4-ші файл. Енді біздің әңгімеміз кілең етістіктер болады екен. Іс-әрекет, қимылдар. Осы іс-әрекет қимылдардың контентінде осындай. Яғни 4-ші файлында мынау жасөспірімнің алаңдаушылығы және 2 текст берілген. 2 Окинава мен Икария аралындағы неге адамдар ұзақ жасайды деген. Осының контентінде жаңа сөздерді жаттап алады екенбіз. Енді біз келесі неге барайық. 100 жаңағы speaking бөліміне. Мына жерде A плюс B дейді. Short life, long life дейді. Қысқа өмір, ұзақ өмір. Тест түрінде берген. How often do you have breakfast дейді. Қаншалықты таңертең тамақты жиі ішесің.
How often do you eat fresh fruit and vegetables? How often do you eat fast food? Я осы контентте жаңағы жасөспірімдердің контентінде өзіңіз осы тестке жауап беріңізші дейді. How often do you exercise? How often do you feel tired or stressed? How often drink alcohol деген кезде. Одан кейін мына Икария арал туралы қосымша ақпарат беріпті. Икария бұл гректің аралы. Икария is a small Greek island near the coast of Turkey. How do people they live? Яғни кішкентай арал дейді, Түркия жағалауына жақын орналасқан. Адамдар ол жерде қалай өмір сүреді? They eat a lot of beans, potatoes and green vegetables and sometimes eat fish, but they hardly ever eat red meat or sugar. Олар көбіне бұршақ, potatoes, жаңағы картошка, жасыл жемістерді жейді екен. Көбіне балықты жейді. Sometimes кей кезде балық жейді. Бірақ қызыл ет дейді. Ever eat red meat or sugar. Қант пен ет жемейді екен. Көбіне they drink a lot of herbal tea, but they also drink some red wine every evening with their dinner. Кешке қызыл виноны кешкі асқа кішкене ғана ішеді дейді. They do a lot of exercise, but they never go to the gym. Көп жаттығулар жасайды, бірақ спорт залға бармайды дейді. They work in their gardens and they walk everywhere. Not many people in Korea have a car. Көбіне жаяу жүреді, бақшаларында көп жұмыс істейді. Оларда машина жоқ дейді. They also have a siesta every afternoon. Ең кішкене мызғып алу дейді. Түстен кейін кішкене мызғып ұйықтап алады дейді. Ikara is a very safe place in a village of Rochester. The police station is closed. Өте тыныш жер екен. Қорқынышы жоқ. Ол жерде полиция бөлімі жабық дейді. Өйткені полиция адамдарға керек емес. They also have a very good social life. Қоғамдық жақсы өмір сүріп жатыр. Яғни Island is famous for its tradition of Panangaria is a festival. Яғни фестиваль Panangaria деген әдет ғұрыптары бар екен. Between May and October, the island has between 2 or 4 festivals every week. Май мен октябрьдің арасында 4 фестиваль өтеді екен бұл жерде. Where people eat, drink and dance all night. Адамдар сол кезде ішіп, жеп, түнімен билейді дейді. They call Ikaria the island where people forget to die. Адамдар ол жерде забудь место, где забудь умирать дейді, яғни өлуді ұмыт деген жер деп аталады дейді. Міне осы мына жақта берілген сұрақтарға жауап беріп, өзіміз жұмыс жасап көрейік. Where is Ikaria? Where do people eat and drink? Не ішеді, не жейді, қандай жаттығулар жасайды, түстен кейін не істейді дейді. Жаңағы кішкене ұйықтап алады деген. Икария тыныш жер ме екен дейді өмір сүруге. Қандай social қоғамдық өмірлері қандай дейді. Қандай жақсы қоғамдық не береді. Ол жерде фестивальдар көп болады. Қалай атайды дейді. Бүкіл текстің мәтіннің бойлай осы саған сұраққа жауап бере отырып, тағы да пересказ дейді. Яғни мазмұндап айту деген сөз. Мазмұндап айтып жұмыс жасап көреміз.